Бұл әйелді алдаған үшін жазалаудың ең жақсы тәсілі еді. Алдымен ол әйелдің қашып кетуіне жол бермеу үшін аяқтарын скотчпен байлады. Содан кейін оған құлаққап кигізіп, дыбысын барынша күшейтіп, құлағының дабыл жарғағының жарылып жатқанын сезіндірді. Соған қарамастан ер адам әлі де қанағаттанбады. Ол әйелді 10 градус Цельсийге сүйреп апарып, жалаңаштап тастады. Әйел жазаның енді ғана басталғанын білмей, суықтан дірілдеп кетті. Авей шланг алып, әйелді бірнеше рет пышақтады. Қатты суық оның ерік жігерін толығымен жойды. Ол тізерлеп құлап, аяушылық сұрап, Авейден оны босатуын жалынды. Бірақ Авей әлі де тоқтамады. Әйелді мұздатқыштан шығарғаннан кейін, ол оны бірден жылы суға салып ерітті. Температураның күрт айырмашылығы әйелдің есеңгіреуіне әкелді. Вақытымызға орай, Авей оны әлі өлтіргісі келмеді, өйткені ол оның өлгенше азап шегуін қалады. Содан кейін Авей әйелдің сүйіктісін байлап, оны қайтарып әкелді. Ол қатты қорқып, тіпті дұрыс сөйлей алмады. Ол бүгін осында өліп қалатынын білді, бірақ Авей әлі ойынын аяқтаған жоқ. Ол тапаншасын суырып алып, екеуін тікелей эфирде көрсетуге мәжбүр етті. Өмірлерінен қорқып, олар көнуден басқа амалы қалмады, бірақ Авей әлі де қанағаттанбады. Ол Сяомейді күлге айналдыруды ойлап, үстіне бензин құйды. Сяомей Авейден оны жіберуін өтінді, өткен қателіктеріне мүлдем мән бермеді. Нақты не болды? 6 ай бұрын Авей кенженісінің қорқытылып жатқанын кездейсоқ көрді. Ол көмектескісі келді, бірақ ол аз болды және тек ұрып-соғып қана қоймай, ағасы да жоғалып кетті. Үйге оралған Авей көңілсіз болды. Бірақ келесі секундта полиция бөлімшесінен қоңырау шалды. Полиция ағасының ғимараттан секіргенін айтты. Авей ауруханаға келгенде ағасының тынысы тоқтағанын білді. Отбасы қатты күйзеліске түсті. Ағасының әрекеттері суицид деп саналғандықтан полиция істі асығыс жауып тастады. Бірақ Авей жағдайдың онша қарапайым емес екенін сезді. Шынымен де ағасының заттарын сұрыптап жатқанда ол ағасының күнделігін тапты. Онда оның басынан өткен қорлаулар анық жазылған. Авей ағасының өлімі бұзақылармен байланысты деп күдіктенді. Сондықтан ол ағасының құрбысының әлеуметтік желідегі аккаунтындағы мәліметтерді іздеді. Өйткені күнделікте ағасының құрбысы Сяомей кінәлі деп жазылған. Анасы бұл оқиғаны полицияға хабарлады, бірақ полиция бұған мән бермеді. Оңтүстік Кореяда қорқыту кең таралған. Ал адам қайтыс болғандықтан олар ресурстарын босқа жұмсағысы келмеді. Сондықтан Авей ағасы үшін әділдік іздеуді шешті. Алдымен ол қараусыз қалған зауытты жалға алды. Содан кейін Сяомейдің үйіне жасырын түрде еріп, оны артынан тұншықтырып өлтіріп, жасырынған жеріне алып кетті. Алдымен Сяомей Авей оған шабуыл жасайтын болады деп ойлады. Бірақ оның кім екенін білгенде өзінің үлкен қиындықта екенін түсінді. Содан кейін ол шындықты айтты. Ағасы Сяомейдің мектептегі бұзақымен көңілдес екенін кездейсоқ біліп қойғаны және нәтижесінде ол екеуінің тарапынан түрлі азаптарға ұшырағаны белгілі болды. Бір күні ол шыдай алмай, қарсылық білдірді, ал мектептің бұзақысы оны шатырдан аяусыз итеріп жіберді. Шындықты білгеннен кейін Авей ашуланды. Ол Сяомейді тірідей өртеп жібермек болып, үстіне шелек бензин құйды. Бірақ осы қиын сәтте мектептің бұзақысы кенеттен пайда болды. Алдында ағасының кісі өлтірушісін көрген Авей бірден төбелеске кірісті. Төбелес кезінде тапаншасы кездейсоқ түсіп кетті, ал бұзақы Авейді оның жанына тепті. Үшеуі бір-біріне қарап тұрды. Ешқайсысы қозғалуға батылы бармады. Ақырында бұзақы алғашқы шабуылды бастады. Оқиға орнын ауыстырып, енді оянған Сяомей скотчтың алынып тасталғанын және Авейдің жерде жатқанын көреді. Ол ойланбастан балға алып, Авейдің басын қайта-қайта ұра бастайды. Ағасының қалай қайтыс болғанын айтып береді. Авейдің ағасын бұзақының қолынан өлтірмегені белгілі болды. Онымен қарым-қатынасы туралы ақпараттың жариялануынан қорқып, Сяомей оны ғимараттан итеріп жіберіп құлап өлді. Олар құтылып кеттік деп ойлады, бірақ кенеттен Авей пайда болды. Сяомей бұзақыны өлтірген болып шықты. Авей қарсы тараппен киім ауыстырып алған. Енді шындық ашылғаннан кейін ол Сяомейді қуып жіберуге дайындалды. Авей бензинге толып кетті, бірақ ол оттық жақпақ болғанда полиция келіп оны тыныштандырды. Бақытсыз Авей тұтқындалды. Алайда Сяомей мұнымен тоқтаған жоқ. Ол жәбірленуші ретінде теледидарға сұхбат берді. Тіпті мектептегі бұзақының өліміне Авейді кінәлады. Кенеттен Авей қатыгез болып қалды. Оның ұрлау және кісі өлтіру айыптаулары оны өмір бойына бас бостандығынан айыруға жеткілікті болды. Бір күні Сяомей полиция бөлімшесіне түсініктеме беру үшін келді. Кенеттен Авейдің жақын жерде қамалып тұрғанын көріп, ол оған жек көрушілікпен қарап, оны әдейі ақымақ деп мазақ етті. Бұл Авейді ашуландырды. Ол алдындағы дысты сындырып, сынықтарын алып аузына салды. Полиция оны суицид әрекеті деп қателесіп, камера есігін тез ашты. Авей мүмкіндікті пайдаланып Сяомейдің қасына жүгіріп барып, жасырын сынықтарымен тамағын кесіп тастады. Полиция оны тоқтатуға тырысты, бірақ Авей олардың қолынан тапаншаны тартып алды. Өзінен кек алған Авей өкінбеді. Сондықтан ол батыл түрде өзіне қарсы триггерді басты. Фильм осымен аяқталады. Ертең кездескенше